Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерменен ұялы телефонның пайдасы және зияны туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Менің видеомды соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Қазіргі уақытта ұялы телефонды еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін пайдаланатынын бәріміз білеміз. Тіпті қолдан тастамай 24 сағат уақыттың 10-12 сағатын телефонда өткізетіндер де баршылық. Солайша адамдар өзінің алтын уақыттарын қалай жоғалтып жатқанынан бейхабар. Әрине, телефонның шығу тарихы о баста байланысты арттыру үшін жасалса керек. Ұялы телефонның пайдасына тоқтала кетсем, ең алдымен ол адамдар арасындағы байланысты орнату үшін өте зор мүмкіндік. Және де қажет ақпаратты қазіргі интернет желісі, яғни ғаламтор желісі арқылы қысқа уақытта біліп алуға мүмкіндік зор. Және де үшінші пайдасы оның қажет кезде калькулятор, камера сынды, сағат сынды қажетті қосымшаларды пайдалана аласыз. Бір сөзбен айтқанда өте әмбебап құрылғы болып саналады. Ал ұялы телефонның зияны қандай, мен сіздерге бірнеше пунктке бөліп айтып беретін боламын. Ғалымдардың зерттеуінше, ұялы телефонды пайдаланушы адамдарда бастың ауруы менен стресстік жағдай көп кездеседі екен. Ұялы телефоннан шығатын зиянды электромагниттік өрістің әсерінен дененің иммундық жүйесі зардап шегеді, яғни ағзаның түрлі ауруға қарсы төзімділігі төмендейді деген сөз. Екіншіден, ол көру қабілетін нашарлатады. Яғни сіздің жақыннан араға 30 см қалдырмай жақыннан телефонды ұстауыңыз көздің нашарлауына алып келеді. Үшіншіден, омыртқа жүйесіне әсер етіп, мойын омыртқасының қисаюына әсер етеді. Сіз телефонға қарағанда басыңызды алдыға қарай және төмен қарай созғандықтан, сіздегі мойын омыртқасы деформацияланып, омыртқа іші арқылы өткен нерв талшықтарыменен қан тамырын қысу арқылы бастың ауруына алып келеді. Телефонды көп қолданатын балалардың арасында, әсіресе оқушылардың арасында оқу үлгерімінің нашарлауы көп байқалған. Нерв жүйесіне кері әсер етеді. Жүрек ауруыменен қатерлі ісікке дейін апарып соқтырады екен. Ұйқы алдында телефонға ұзақ қарап жату, одан шыққан жарық адамға өте зиян болады екен. Себебі ұйқы гормоны мелатониннің бөлінуіне кедергі жасап, ұйқының сапасын нашарлатады. Адам ағзасының биоритмін бұзады. Биоритм дегенді білетін шығарсыздар, таңертеңнен бастап кешке дейінгі адам ағзасы бөлетін гормон болады, және түннен бастап таңға дейінгі адамның ағзасы бейімделген бөлетін өзінің гормондар болады. Яғни біздің ағзамыз жер шарының күндіз және түніне бейімделгендіктен, ол түн қараңғы түсіргендіктен телефон жарығына алданған ағза үшін ең қажетті мелатонин гормонын бұзады. Адамның жүйке жүйесінде нейротоксиндер жиналады. Нейротоксин деген ол адам күні бойға алған ақпараттар мида өңделіп, өзінің зиянын бөледі, зиянымен қоса жиналады. Ал токсиндер адам баяу ұйқы сәтінде, жаңағы нейротоксиндер, адамның баяу ұйқы сәтінде, сапалы ұйқы сәтінде өзі автоматты түрде тазаланып отыруы қажет. Егер сіз түні бойы немесе ұйқы алдында телефон қарап жататын болсаңыз, мелатонин дұрыс бөлінбесе, онда ағза өзінің биоритмін жоғалта бастайды. Ұйқыңыз да қысқа және беткей болады. Соның әсерінен ұйқыңыз қанбаған, оған қоса жүйкеде нейротоксин жиналуынан жүйкеңіз әлсіреп, ұйқышыл, ашушаң бола бастайсыз. Және де есте сақтау қабілетінің де нашарлауына алып келеді. Биоритмді жоғалтқан адамда қарын ашуы қалыпты. Себебі күні мен түнін ауыстырып алған ағза үшін режим бұзылысы асқазан сөлінің бұзылуына да және де ас қорыту жүйесінің жалпы бұзылысына да алып келеді. Мінекей достар, айтылмаған қаншама әлі де зияндары бар, сондықтан да телефонда отырудың уақытын кішкене азайтып, өз денсаулықтарыңызға уақыт бөліңіздер дегім келеді.
Менің каналымда адам денсаулығына байланысты басқа да қызықты ақпараттар бар, оларды да көре жүріңіз. Алдағы уақытта балалардың денсаулығына телефонның қандай зияны бар, сонымен бөлісетін боламын. Достар, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, және де өздеріңіз телефонға қанша уақыт бөлесіздер, міндетті түрде пікірге жаза кетіңіздер. Сау болыңыз.